Назарыңда Жайдарман жобасы. Бұл жобада көрермендер мен жайдарманшылардың сахнадан тыс өмірін көрсетілетін болады. Жалпы Жайдарман жобасы осымен 10 жыл қатардан түсіріліп келуде. 10 жылдық құтты болсын, құрметті көрермендер, құрметті жайдарман сүйер қауым. Every day, every night, олар жайдарман ойнайды, олар басқаша ойлайды, қоям дейді, қоя алмайды, бұл ойынға еш тоймайды, көрермен қазысын айт, бұл сұрақ бәрін қинайды, чемпиондықты кім тойлайды, кеттем десең қимайды, кейбіреулер жылайды, 10 жыл ойнады ғой, неге жеңімпаз болмайды. Құрметті көрермендер, дәл қазір міне сахнада Назар аудар командасы жайдарманшылармен кездесу өткізіп, жайдарман сахнасында қызықтар, кино жайлы премьер, жалпы өздерінің шығармашылығы жайлы бөлісіп жатыр. Бәріне ұнап жатыр, мына күлкілерден байқасаңыздар болады. Ойнаңыз біз шошылып қойсын, сен чемпион өткен. Қалай мынау біз форма тікпеген жоқпыз ба деп шошылсын де, келесі жылы ойнайсың шықты. Бірақ Былай істейік. Қара, сен бейдесің қазір, құрметті естен достар, бізді осындай қолдауларыңызға рахмет, және бізді қолдап келген барша жайдарманшыларға деген кезде мына жақты көрсетсін. Сіздер баяғының адамдарымыз ғой, басқа маркетинг ұғып білмейміз қасқа. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді 23 ақпаннан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан жаңа фильм сен түстер нерске екен? Біздің түстер нефтеме этаждан құлап батасын. Бірақ қызбен ең сүйсен етқанда бір очкаң болып шығады. Өйткені ол жалғасатын төс, ерекше төс. Не ұйықтай бересің сен, не ұйқы сенде бітпейтін мақсат. Түсіңде бар ғой досым, ютубқа Макстың түсі деп жазсам шыға ма? Назар аудар командасымен кездесу жалғасуда. Дәл қазір кинотуындының трейлерін ең алашылар болып бірге тамашаладық. Көрермендерге, жайдарманшыларға өте қатты ұнады. Енді көрермендер мен жайдарманшылармен сұрақ жауап. Шымкент қаласы миллион медиа өнер мектебінен келіп тұрған оқушымын. Миллион командасының өзінің мектебі бар ғой ағайын Шымкентте. Қосылмай тұрып қойыңыздаршы. Не деген? Ой, бәлә. Ортамызда жайдарман чемпиондары миллион командасы отыр. Тұрып қойсаңдаршы. Тамыр. Міне, абырой, міне сүйіспеншілік. 39 қашан? Ой, бәлә. Шығатын жағы аяқпын. Менің қоятын сұрағым, неге команданың атын Назар аудар? Міне, Маршан. Жұлдыз жағын келді. Айтшы, туалетке бір кіріп шықшы Маршан. Бана айттым ғой, естімей қалдым бана. Айтшы, тарихын айтшы. Тарих жоқ, ешқандай. Қатты қысылып кірем. Қиналып. Ырвандамай, дұрыс нәрсе айтшы. Жоқ, андай жазу жазылып тұрады енді. Ат болған жоқ шынымен де. Назар аударыңыздар. Ырвандай бер. Тарихын айт деп отырсың, атын емес, не қылып, қандай тарих айтамын? Тарихын айтшы. Қатырасың ғой. Тарихын сұрап отқан жоқ па сен? Ондай тарих жоқ, пәле. Неге Назар аудар команданың аты? Неге? Ал сен ол шошыңды шауып келген Назар аудар деп қояйық. Неге? Күшті ат емес пе? Назарымызды аудартып жүрейік деген бір ерекше команда болайық деген ниет қой. Маңғыстаудан келіп тұрмын. Өтініш Ғазиз аға мен Ақболат ағамен айтысқым келеді жеке. Давай кел. Баста. Жақсы, қызық. Ана. Шайғы. Ойлы болуда арман қайда? Ғазиз бен Ақболатта талғам қайда? Назар аудар дей бермей мына халқым, маған да бір назар, ой шіркін, аудармай ма әрайдым. Сөздерден бір ағаң сүрініп тұр. Ауыр, біздер жазбақымыз, жазба. Біткеннен келіп алып кетерсің, жазып қоямыз. Ой, сен менің жаққа қалай әңгімелесем енді. Көңіл-күйіңіз қалай, жағдайыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Әдемі маусым басталды. Маусым құтты болсын. Биыл жайдарманда 20 маусым юбилей
құтты болсын деймін, сізді құттықтаймын. 19 маусым емес. 20-шы екен. 20-шы. Иә, өйткені сыртта 19 чемпион тұр. Биыл 20-шы чемпион. 20-шы чемпион. Иә, биыл 20-шы маусым сонда. Сізді құттықтаймын. Сноубоктың дубайский варианты. Әдемі образ, Медетжан. Көңілдерің қалай? Өте күшті. Қалай болып жатыр маусымашар? Маусыматар. Маусымашар жылдағыдан ерекше отыр биыл. Бүкіл жайдарманның түлектері бар, ойнап кеткендері бар, ойнап жатқандар, енді кеп жатқандар. Ең қатты ұнайтыны жылда маусымашарда осы нон-стоп ойындары, марапаттар және де осындай үлкен ағаларымыздың бастап жатқан жобаларын, проекттерін қолдау. Енді чемпиондық тағы да құтты болсын, көрермендердің барлығы шын көңілден құттықтап жатыр сендерді. Ендігі сұрақ ату құрамасы. Сендер не істейсіңдер жалпы әрі қарай? Не план? Сендер енді негізі командадан бөлек екі түрлі проекттіңдер ғой? Біз команда жайдарма ойнап жүріп, осы YouTube арнаға өтіп алдық. Қазір Байгайс және как будто болып екі жақты YouTube-та жұмыс жасап жатырмыз. Байгайста бір 300 мыңға жуық ютубтарында подписчик. Бізде миллионға жақындап қалдық. Сол жобаларымызды ары қарай жалғастырамыз осыдан кейін. Осының барлығына себепші болған, осындай жаңа проектлер түсіруге, осындай бірден ютубқа кіріп кетуімізге үлкен себепші болған ол жайдарман. Киноға өтіп жатыр, үлкен кино. Жаймен деп сол жаққа қарай бізде жақындаймыз, Құдай қаласа. Киноға. Сендерде шамамен қанша жылда деп ойлап тұрсыңдар? Киноға ма? Құдай қаласа, 1 жылда. 1 жылда? 1 жылда. Осы кісілер, осы ағаларды бірінші киноға өтіп көрсін, сол кісілерден үлкен тәжірибе алып, сұрастырып қалай болды, не дұрыс жасау керек, нені дұрыс жасамау керек деген сияқты соның барлығын түсініп біліп алып барып киноға өтеміз. Пока қатты асығып тұрған жоқпыз, тәжірибе жинап алайық деп жатыр. Қош келдің. Рахмет. Неше күн болды жүргеніңе? Мен ана жолы маусымашар ашылып жатқан кезде келдім, есен амандасуға болды. Содан енді келіп тұрсың? Иә, нон-стопқа әдейі. Арнайы нон-стопқа келіп отырсың. Қалай, барлығы шығармашылық қалай, жұмыстары қалай? Сенің түріңді көріп кішкене ностальгия болып қалдық қой. Бәрі жақсы, бәрі шүкір. Қазір дайындалып отырық жаңа нәрселер шығаруға. Ирина Каратна енді біраз уақыт болды, тишина, мен ойымша шығармашылық жұмыста жүріп жатқан сияқты. Өте көп. Разрыв болады сияқты. Иншалла, енді басқаша болмайды ғой. Қазіргі действующий сезонға кіретін командаларға, көрермендерге бір ауыз тілек айтып кетсең. Жайдарманнан кейінгі өмірді ойландыр. Басқа не деймін, мен кезінде ойламаған, бірақ сіздерге қазір ойлану керек. Маусым бітеді, өмір әрі қарай жалғасады, сондықтан да бәрін тастап, былай не істемей ақ қойыңдар. Ізденісте болыңыздар әрдайым, ең бастысы сабақ оқыңдар. Прекрасный тост. Көңіл қалай, дайындық қалай? Керемет. Дайындық былай күшті деп айтамайын, бірақ бір расслабон айтатын нәрселерімізді айтып кетсек деген ой. Бастысы күлдіру емес. Сен кіммен шығайын деп тұрсың? Ақпен бірге мен ойнаймын. Ақпен бірге ойнайсың. Айтып кетеміз болғанда сендер қоштасайын деп жатсыңдар ма не? Жоқ. Просто айтарларың бар. Айтарымыз бар. Әзілден бөлек бір-екі айтарларың бар. Қорықпаңдар, рудный сияқты айтпаймыз бірақ. Болды, ең бастысы сол. Сезонға дайындық қалай? Сезонға Құдай қаласа. Қазір ойнайсыңдар. Одан бөлек тағы да бір нәрсе бола ма? Жоқ, ойнамай жатып бірдеңе болып кетеді қазір. Ойнамай жатып бір нәрсе болады. Жақсы, онда көріңіздер. Айтпайсың ба? Айтпаймын. Бөліспейсің ба? Жақсы, онда күтеміз. Кәдімгі халықаралық құпия. Какой хитрый человек. Нұрболат қанай, маусымашарымызды ашып берген, жайдарманның 2009 жылғы чемпионы, ұлсары. Көңіл-күй керемет бізде, всегда ол біздің жайдарманшылардың мейрамы ғой, жыл сайын келіп тұратын үлкен той бізде. Рахаттан жүрік, жас шақты еске алу жүрік, шабыттан жүрік деген сияқты. Құрметті достар, Назар Аудар командасы жайдарман ойындарының 2013 жылғы чемпионы Ақболат Өтебаев ағамыз бүгінгі таңнан бастап кинопродюсер, маған Назар Аудар кинотуындысының продюсері. Құтты болсын аға. Әмин, Аллаға шүкір. Алла абырой берсін. Керемет ең үздік кассовый фильм болсын биылғы жылға. Соны өзімде қалаймын. Уайымыңыз басылсын. Жаңа қолдаудан кейін кішкене көңіл көтеріп қалған шығар. Енді барлығынан алғар осы бір ай бойы менімен бірге болуын сұраймын жайдарманшылардың. Осы көріп өтқандар бір-біріне айтса, қуанамын. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Уайымдап тұрғаныңыз көрініп тұр. Енді бұйырса барынша қолдайды деген ойдамыз. Енді өз атыңыздан аға буын жайдарманшы ретінде, ардагер ретінде кішігірім бір тілек айтып кетсеңіз.
Жайдарманшылар сынбаңдар, бірге болыңдар, жұмыс жасаңдар, өздерің араларындағы лидерларды мойындап алға қарай дамуына себеп болыңыздар. Бір-бірлеріңізді мойындаған адам мойындалады түбінде. Ташта анау жаман, мынау жаман демей, болмай қалған нәрселерді біреуден көрмей, өздеріңнен көріп, арқа қарай еңбектене беріңіздер. Неге ниеттенесіңдер, соған жетесіңдер. Егер шоу-бизнеста Қазақстанды бір аузына қарататын команда боламыз, мықты боламыз деп елестетсеңдер, ойласаңдар, ниеттенсеңдер, жетесіңдер. Ал егер 5-6 қыздың алданғанына, жаңағыдай біреудің лайкына, сол болсам екен, сондай болсам екен деп армандайтын болсаңдар, сол 5-6 қыздың лайкына ие боласыздар. Так что армандандар, биік крючокты алға лақтырыңдар, алысқа тастаңдар. Удачи. Рахмет аға, Алла разы болсын. Сәттілік сізге. Құрметті көрермендер, Назар Аудар командасымен кездесу аяқталды. Көрермендер орындарын ауыстырып жатыр, өйткені қазір нон-стоп ойындары, одан соң тосын сый жайдарманшыларға жайдарман Awards болады. Ерекше марапаттау. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қызық премиялар 2023-ке қош келдіңіздер. Байгай сату құрамасы әдеттегідей өздерінің стилінде қызық премиялар Байгайс деп бастады. О, міне мамлютка жайдарман тобы. Қандай керемет мамлютка жайдарман. Мағжан, мамлютка ауылында папалардың не дейтінін білесің бе? Жоқ. Паплютка. Мені көріп тұрса ғой, құрметті көрермендер, жайдарманға өзі ғана емес, отбасымен келеді. Ой, қалайсыздар, амансыздар ма? Ой, керемет міне. Осы нон-стоп үшін семьямды алып келдім, семьямен келдім. Нешінші рет келіп тұр, кішкентайыңыз? Бірінші рет, алғашқы рет. Алғашқы рет. Қош келдің, Асылым. Асылымның жайдармандағы бірінші келуі. Қадамы құтты болсын дейміз. Құтты болсын, чемпиондық. Біз сіздер демалып жатқанда жылап жаттық. Оны мойындау керек. Сіздер енді Дубайға барып, сол біздің көз жасымызға шомылып келдіңіздер. Тамаша, біздің жолымызды берсін сізге. Аумин, сіздердің жолдарыңыз берсін. Осы уақытқа дейін өстіп шайған кезде қыздар айтатын еді, осының зияны тиет деп пайдасын көріп отырмын. Рахмет. Сәлем, Лаура. Құттықтаймыз. Үздік шай номинациясының биылғы жылғы жеңімпазы. Бұл жетістікке қалай жеттіңіз? Ұзақ дайындалдым, бірақ соңында шайып қалдым. Дубайдан не келдіңдер? Қоймайды екен, Әрине. Сюрпризді шығарамыз деп ойлаған мен. Міне, Сізге. Дубайдан келді. Новый емес құны. Сосын сізден бірдеңе сұрайыншы. Жүрегіңіз айнып тұрған жоқ па? Мені көрген сайын жүрегіңіз айни береді деп айтып едіңіздер просто. Сен сол боласың ба? Мен сені даже танымаппын. Рахмет. Жаныңызда до конца тұрып құстырып жіберейін ба? Кім не айтса да 2022 чемпионы ату құрамасы. Марат аға, тағы да ассалаумағалейкум. Жеңісіңіз құтты болсын. Бұл жетістікке қалай жеттіңіз? Мен түсінбеймін, сахна артында тұрған шкаф тап шығады и ескі куртка шығады. Біреудің кәдімгі иіс шығып тұр. Өтірік қой бәрі. Өтірік. Жасанды, құрмет достар, сенбеңіздер. Бұның бәрі жасанды. Қалайсыздар, жақсы ма? Жақсы, шүкір амансың. Өте тамашана. Әнге қосылып, жылап отырмын. Студент шақ, мектеп шақ, қай шақта болды? Мектепте бар, студентте бар, сол екі ортада ғой. Кайф болып. Алғашқы махаббатым ескетсе. Жалпы, Маусымашардың 20 жылдық құтты болсын дейміз. Рахмет, өте тамашана. Нешінші маусымыңыз? 16 маусым. Иә, шүкір. Нормально, әлі келедім ғой бірге. Өте тамаша, Марат Досаевқа шамалы қалыпсыз. Нече, ол қайтыс болса жетіп аламыз. Құдай сақтасын. Құдай сақтасын, аман болсын. Аман болсын.
Қош келдіңіздер ағалар. Қош көрдік. Сіздер көргеніңізге өте қуаныштымыз. Рахмет көп. Біз де өте қуаныштымыз. Мықты сағындырып келдіңіздер. Ностальгия, керемет, эмоция, бешеный халық. Мынандай балалардан бастап барлығы хормен орындады. Сезім қалай? Рахмет, ерекше сезім. Өзім де жаңа айтып отырмын ғой. Біраз болды мынандай қошеметке ие болып. Осы қошеметтің сондай бір рахатына, ләззатына бөленбегені. Рахмет Жайдарман, Маусымашар, керемет. Жігер тобына сондай керемет сезім сыйлады. Құрметті Абырой Жайдарман тобы, өздеріңіздің бір ақ тілектеріңіз болса. Болмаса да болады, өйткені сіздердің ойларыңыз бізге қызық емес. Мен айта салайын. Жоқ, айтапсың. Қызық емес бұл. Мен өзім бұған жеттім. Еңбек ақтау жеттім. Біз осыны армандадық. Рахмет. Өзінің үздік емес екенін тағы да бір дәлелдеді. Тамаша. Ал құрметті достар, Абырой құрамасы құтты болсын. Рахмет. Үздік емес бол оңай емес. Соншама үздік еместердің арасынан үздік емес болып қалу. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Қаншама командалар бар. Үздік еместер, үздіктер. Соның ішінен солып шықтыңдар. Қалай жеттіңдер бұған? Көп еңбектендік, көп тер төктік. Қаншама ұйқысыз түндер болды. Соның арқасында жеттік деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұны қайталау ойда бар ма? Құдай қаласа қайталаймыз. Енді олай қайталанбасын. Номинациясы бойынша кімдер? Бұндай тағдырды ешқандай Жайдарманшының басына бермесін ағайын. Әлі бірдеңе дұрыс емес, әлі бір енді олай қайталанбайды. Міне. Енді олай қайталанбас номинациясын қайталап алу ойда бар ма? Жоқ, құрсын, ешқандай Жайдарманшыға бұйырмасын бұндай. Қателік болып тұрады. Биыл маусымда сол қателіктің орнын толтырамыз. Сахнада Бақай тобы. Үлгеріп, азағы жетті ұқсағым тәдерін құсетті келін деп. Бұл әнді мен ойынша, осы жерде отырған балалардың барлығы білет, жатқа бәрі айталады. Кім кінәлі? Әдемі қайынға суретіңіздің салады. Кім кінәлі? Әдемі қайынға суретіңіздің салады. Жайдарман қазір өте жақсы жағына қарай өзгерген, өте күшті. Мен кешелі бері осында демалып жатырмын. Енді өз-өзіме сонда бір не қойып отырмын. Мен жылда енді Маусымашарға міндет түрде келіп, бір апта уақытымды бөліп, келіп осында демалып қайтамын. Қандай керемет, бұрынғы ойнаған өзіміздің достарымызды көріп жатырмыз. Бізден кейін інішектерді көріп жатырмыз. Бақай топ, жігер топ, не деген? Енді мен білмеймін, мен бұндай демалысы мен қазір ешқандай Дубайдан да бір Турциядан да аламаймын. Не деген эмоция күшті. Өте керемет ұйымдастырылған. Жайдарманның ғұмыр ұзақ болсын. Құдай қаласа жылда осы жерде аман есен қауышуды Алла тағала нәсіп етсін дейміз. Аман болыңыздар. I love you Жайдарман. Ұмытпаймыз ешқашанда. Маусымашар қалай болып жатыр өзіңізге? Өте. Бұл жаңағы 2011 жылғы жаңағы адам Жайдарман деген кезде бір нәрсе есте қалады, дәмі қалады өзінің. Сол нәрсені сезініп жатыр, өйткені Жайдарман жастар сарайына қайта оралды. 2017-ден кейін келмей қойғам негізі. Осы бірақ екінші фестиваль тағы қатарынан келіп жатыр. Оған не себеп болды екен? Қытайға барып жүрдіңіз ба? Оның рас десең, Ол кезде немен біз Аралда үлкен бір жанұялық бір жұмыс болып қалды да, содан кейін жіберу керек болып қалды. Ауылда болып қалдық біраз. Қайттан келіп жатырмыз осы. Егер де Назар Аудар командасына сезонға кіру ұсынылса, осы жоғары лигаға осы жас командалармен, інілеріңізбен батылға түсуге сезон бойына бір-ақ рет емес. Қандай условия айтылса келсер едіңіз сіздің ойыңызша? Мысалға, үлкен сумма ұсынылады. Қандай сумма болуы мүмкін? Мен енді жалғыз решение қабылдамаймын. Мысалға, қайтадан болсаңыз. Суммаға байланысты шығар. Бірақ мүмкін, Білмеймін, бәрі мүмкін. Құрметті Есін аға, құрметті продюсерлер, ойланып көрейік. Сахнада легенда Өктем Алтаев, достар. Өмірге адам келмейді ғой қайтала. Ақ сәуле, мен де сенің жақсы әнің болайын. Құрмет көрермендер, сахнада Өктем ағамыз залды жарып жатыр, кәдімгідей. Тікелей айтқанда. Міне қошемет.
Құрмет көрермендер, биыл Жайдарманда айтулы жыл. Жаңа айтқанымыздай, биыл 20 маусым Жайдарман атауы қойылғалы бері. Және де ең керемет қуаныштардың бірі ол осы Жайдарманның президенті, Жайдарман ойындардың жүргізушісі Есен Елукен ағамыздың 50 жас мерейтойы. Есен аға, туған күніңіз құтты болсын. Осының барлығы сіздің ерен еңбегі, сіздің командаңыздың еңбегі. Шын жүректен құттықтаймыз. Құрмет көрермендер, осы видеоның астына Есен ағамызға тілектеріңізді жаза кетсеңіздер. Құрметті достар, тағы бір тосын сый жаңалық деп айтайын. Алла қаласа, наурыз қайта маусымда. Қош келдің. Келіп жатыр. Өте қуаныштымыз көргенімізге. Мен Жандостың орнын алып алдым. Ассалаумалейкум, родной, как вы? Күшті. Мехабай 8 доп 1 деп айтамыз қазір. Бұларды қармақшы демейміз. Қажылық қабыл болсын. Рахмет, жолсыз болсын. Жолын берсін саған. Амин. Бұйыртса. Сіз Таиландқа барып келдіңіз. Бәрі қажылықта жүрген кезде. Екі бөлек. Будданың әлеміне кетіп қалдым ғой. Табың айна. Альхамдулилля. Осылай сөйлейді екен. Вообще сәйкес келмейді ғой. Көрдіңіздер ғой. Бұйыртса бәріміз, әр қазаққа бұйырсын. Қажылық бұйырсын. Жаңа Таиландқа барған ақшаға баруға болар еді ғой негізі. Шыңғыс сауай. Басаңғы айтады. Қай дінді ұстанады, әркім өз қолында. Наурыз, байдымалар, қармақшы, всегда, друзья. Қасиетті әрім ағамыз. Құрметті достар, көрдіңіздер ма? Жайдарманшылар бір-бірін қолдай береді. Міне туса деген осы. Міне Жайдарманның ауызбіршілігі. Жыртып жатыр, бәрі жыртып жатыр бүгін. Рахмет, құрмет көрермендер, видеоның соңына дейін тамашалаған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Осы парақшаға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта Жайдарманның барлық қызықтарын бөлісетін боламыз. Бұл Жайдарман лайв. Біз жаңдандық, біз қайта қолға алдық. Жайдарман лайв жобасы әлі жасай береді.